Дәуіт пайғамбар қайтыс болғанда Сүлеймен небәрі 12 жаста болатын. Оның қалған бауырлары жиналып, патшалықты қаршадай жасына қарамастан Сүлейменге берді. Ол, жаста болса ел арасында парасаттылығы, зеректігі және дінді өте терең білгендігімен танымал болды. Сондай-ақ, Хазіреті Сүлейменге сиқыршылардың сиқырын бұзатын, әрі құстың тілін білетін ілім берілген. Сүлеймен патша таққа отырған сәттен бастап, Ақса мешітін тұрғызуды қолға алды. Құрылысқа адам мен жындардан мықты шеберлер мен ұсталарды жинады. Бұлардың арасында шайтандар да, әрі олардан дәріс алған адамдар да бар болатын. Осы адамдар күндердің бірінде адам мен жынның шайтандарын Хазіреті Сүлейменге қарсы айдап салып, ел ішінде бүлік шығарды. Тіпті Сүлеймен патшаның тағына дейін тартып алды. Әйтсе де, Хазіреті Сүлеймен бұған ешқандай қамықпай, қайта өзінен қателік кеткенін сезінді. Бір күні Хақ Тағалаға: «Ей Раббым, менен өзге ешбір жанға нәсіп болмайтын дүние мүлік пен патшалық бер», деп дұға етеді. Хақ Тағала оның дұғасын қабыл етіп, өз қалауынан да артық несібе берді. Сүлеймен пайғамбарға желдің өзі бағынып, оны тағымен қоса қалаған жеріне апаратын болды. Желдің жылдамдығы таң атқаннан күн батқанға дейін 2 айшылық жол еді. Сүлеймен шеберлерін жинап, елінде балқыған мыстан бұлақ ағызды. Оған берілген тағы бір нығмет болатын. Өзіне қарсы шыққан адам мен жындардың аяқ қолдарын шынжырлап, оларды теңіз астынан інжу-маржан шығаруға, қалалар салуға пайдаланды. Олардың ешбірі сол тұтқыннан қашып құтыла алмады. Кез келген жын яки адам сол жерден қашатын болса, оны дереу жалындаған от күйдіріп азаптайтын. Жын мен адамнан құралған мықты шеберлер Сүлейменнің бұйрығымен сәулетті құрылыстар, мүсіндер, көлдей ыдыстар, тайқазандар жасады. Хақ пайғамбар тағына қайта отырған соң 3 бөлек әскер жасақтады. Бұлар жын, адам, құстардан құралған жер қайыстырған қалың қол еді. Ол осы қалың қолын бастап, желге мініп қалаған жеріне барды. Сүлеймен патша алып патшалықта табаны күректей 40 жыл бойы Хақ Тағалаға шүкіршілік етумен күн кешті. Баяғы аяқ қолы шынжырланып, бүкіл қамалдар мен сарайлар салған шайтан жындар ол өлгенге дейін соның қол астында ауыр жұмыстар істеп ғұмыр кешті. Хақ Тағала оларды бір адамға бағындырып, өздерінің адамзатқа ешқандай әсері жоқ, қауқарсыз, бейшара екендіктерін дәлелдетті. Тіпті олар бұрын адамдарға ғайыптан, болашақтан хабар береміз деп алдайтын. Алайда ажалы жеткен күні Хазіреті Сүлейменнің олардың көз алдында өлгенін болжағыш бола тұра білмей қалуы өте күлкілі еді. Иә, Сүлеймен патша бір күні таяғына сүйеніп, сарай салып, қамал қалап жатқан жындарға қарап тұрған болатын. Жын шайтандар қастарында бақылап тұрған Сүлейменді көріп, ауыр жұмыстарын дамылсыз істей берді. Бір кезде аяқ астынан ажал жетті де, Сүлеймен патша таяқ ұстаған күйі жан тапсырды. Алайда жын шайтандар оны өздеріне қарап тұр деп ойлап, жұмыстарын жалғастыра берді. Осылайша бірнеше күн өтті. Сол кезде бір құрт келіп, әлгі аса таяқты кеміріп жей бастады. Уақыт сулап өтіп, бір күні аса таяқ мүжіп сынды да, Сүлеймен пайғамбар таяқпен бірге жерге құлап түсті. Жын шайтандар сонда ғана Сүлейменнің бақилық болғанын аңғарып, аяқ қолдарындағы кісенді бұзып, жан-жаққа қаша жөнеледі. Сүлеймен пайғамбар қайтыс болған соң, ол үстемдік еткен алып мемлекет Яһуда және Исраил болып 2-ге бөлінді.